Нархоз университеті. Бүгінгі күні Нархоз университеті Қазақстанның алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарының бірі ретінде белгілі. Оның басты міндеті жаңа буынның жоғары білікті мамандарын даярлау. Олардың білімдері мен дағдылары түлектер қауымдастығының кең қолдауымен және тиісті ғылыми зерттеулердің нәтижелерімен бір қаланың, Қазақстан Республикасының, Орталық Азия аймағының немесе тұтас әлемнің экономикасын, бизнесін және қоғамын дамытуға көмектеседі. Нархоз университетінің негізі 1963 жылы ғаламат жоспарлар мен ауқымды реформалар, үлкен жетістіктер дәуірлеген тұста қаланды. Замана рухымен алға басқан университеттің прогресі серпінді болды. Негізі қаланған күннен бүкіл одақтық дәрежеге дейінгі танымалдыққа жету үшін бар жоғы бірнеше жыл жеткілікті болды. Университет Алматы қаласында орналасқан. Нархоздың қалыптасу тарихы Қазақстанның жоғары экономикалық білім беру жүйесінің пайда болу және даму тарихымен сабақтас. Университет табысты экономистер мен қаржыгерлердің, менеджерлер мен бизнесмендердің бірнеше буынын тәрбиелеп, альма-матер атанған рухани білім ошағы. Алғашқы күндерінен ақ бедел мен танымалдыққа ие болған жоғарғы оқу орны жарты ғасыр уақыт өтсе де жұмыста жоғары стандартты ұсынып, жаңа ұлы жетістіктерге ұмтылады. Қазіргі таңда оқу орны президенті Дәуленов Мирас Мұхтарұлы. Нархоз университеті 50 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 5 жоғары мектеп, экономика және менеджмент, құқық және мемлекеттік басқару, ақпараттық технологиялар, бизнес және гуманитарлық мектептері, 3 оқу корпусы, 3 студенттер үйі, 1 спорт кешені, 1 кітапхана, 1 бассейн, 3 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 2890 адамды құрайды. Оның ішінде 2578 бакалавр, 262 магистрант, 50 докторант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 75% құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 51 және ең жоғары бал 139. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 900 мың теңге, магистратура 1 миллион 200 мың теңге, докторантура 1 миллион 500 мың теңге. Сондай-ақ талапкер білуі тиіс қосымша талаптар. Математика бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу сертификатында есеп және аудит, бизнестегі IT, Financial Risk Management, білім беру бағдарламаларына түсерде кемінде 17 балл болуы қажет. Барлық талапкерлер ағылшын тілінің деңгейін анықтау үшін Placement тесттен өтеді. Нархоз университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Желдібай Руслан Сұлтанұлы, Қазақстан Республикасы президентінің баспасөз хатшысы. Радостовец Николай Владимирович, Қазақстанның тауар өндірушілері мен экспорттаушылар одағы, Республикалық заңды тұлғалар бірлестігі президенті. Оспанов Бауыржан Кеңеспекұлы, Жер-су БАИ
бақылау кеңесі төрағасы. Сәрінжіпов Аслан Бакенұлы, Назарбаев қорының президенті. Ахметов Әсет Дауылханович, Алатау жарық компаниясы акционерлік қоғамы корпоративтік хатшысы. Еспаева Дания Мәдиқызы, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Сартбаева Жанна Сәбитқызы, Қазақстан Республикасының Финляндия Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі. Әбілқасымова Мадина Ирасылқызы, Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрайымы және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Қазақ технология және бизнес университеті. Қазақ технология және бизнес университеті 2003 жылғы 12 маусымда Алматы технология және бизнес университетінің Астана қаласындағы филиалының негізінде құрылды. 2003-2004 оқу жылынан бастап Ақмола технология және бизнес университеті деп аталатын дербес жоғарғы оқу орны ретінде жұмыс істейді. 2008 жылғы 26 наурызда Қазақ технология және бизнес университеті болып атауы өзгертілді. Аталған мекеме Астана қаласы мен Ақмола өңірінде тағам, жеңіл мұнай химия өнеркәсібі және қонақжайлылық индустриясы салалары үшін бәсекеге қабілетті кадрлар даярлайтын жалғыз мамандандырылған жоғары оқу орны болып табылады. Университет Астана қаласында орналасқан. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Байбеков Сейдіқасым Ниязбекұлы. Қазақ технология және бизнес университеті 25 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 2 факультет, 2 оқу корпусы, 2 студенттер үйі, 2 спорт кешені, 1 кітапхана, 1 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 3507 адамды құрайды. Оның ішінде 3330 бакалавр, 177 магистрант. Екі 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 74% құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 50 және ең жоғары бал 135. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 495 мың теңге, магистратура 550 мың теңге. Еуразия гуманитарлық институты. Еуразия гуманитарлық институты Астананың зияткерлік және білім беру орталығы, қоғам мен мемлекеттің еңбек нарығы талап ететін кәсіби құзыреттерді, инновациялық тәсілдер мен зерттеу дағдыларын меңгерген, жоғары білікті кадрлар дайындауға деген қажеттіліктерін қанағаттандыратын жетекші жоғарғы оқу орындарының бірі. Институт Астана қаласында орналасқан. Институтта 2001-2012 жылдарда Ақмола облыстық білім саласы қызметкерлерінің біліктілігін көтеру институтының бөлімшесі жұмыс істеді. Сол кезеңде 1502 адам тарих, қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі мен әдебиеті, ағылшын және француз тілдері, география және биология мұғалімдері, әдіскерлер, психологтар, әскери нұсқаушылар, қазақ және орыс тілдерінде біліктіліктерін көтерді. Қазіргі таңда оқу орны ректоры
Исмайылов Амангелді Жақсылықұлы. Еуразия гуманитарлық институты 9 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Институтта 2 оқу корпусы, 1 студенттер үйі, 1 спорт кешені, 2 кітапхана бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 2179 студентті құрайды. (2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 90%-ды құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 85 және ең жоғары бал 115. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 350 мың теңгеден 510 мың теңгеге дейін. Институтта оқу үлгерімі жоғары студенттерге ректорлық грант бөлінеді. Еуразия гуманитарлық институтының бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Әбдірашева Дана Мейрамқызы, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің академиялық жұмыс жөніндегі проректоры. Ағарке Берлібай, Жас медиа хаус, жас журналистерге арналған медиа мектебінің негізін қалаушы және жетекшісі. Адан яға дейінгі пиар, жоғары ұшудың пиар шебері болу жолы курсының авторы. Дмитриенко Валерия Николаевна, Манхэттен тіл мектебі және аудармашылар қауымдастығының директоры. Жмака Сергей Сергеевич, Астана халықаралық университетінің халықаралық ынтымақтастық департаментінің директоры және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Логистика және көлік академиясы. Логистика және көлік академиясы көлік коммуникация саласы үшін мамандар даярлауға маманданған техникалық жоғары оқу орны. Академия Алматы қаласында орналасқан. Оқу орнының тарихы Ташкентте орналасқан Орта Азия теміржол көлігі инженерлері институтының Алматыдағы оқу консультациялық пункті ашылған сонау 1931 жылдан бастау алады. Бұл оқу консультациялық пункт 1967 жылға 1 қазаннан бастап Ташкент көлік инженерлері институтының Алматы филиалы болып қайта құрылды. 1976 жылы 20 мамырда осы филиалдың негізінде Алматы теміржол көлігі инженерлері институты құрылды. 1991 жылдың 1 қаңтарында Өскемен құрылыс жол институтының Алматы филиалының негізінде Алматы автомобиль жол институты құрылды. 1996 жылғы 7 мамырда Алматыдағы 2 жоғары көлік оқу орнының Алматы теміржол көлік инженерлер институты мен Алматы автомобиль жол институтының негізінде көлік саласы үшін ірілендірілген жоғары оқу орны Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы ұйымдастырылды. 2021 жылы логистика және көлік академиясы болып өзгертілді. Қазіргі таңда оқу орны президенті Әміргалиева Салтанат Нурадиловна. Логистика және көлік академиясы 49 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Академияда
2 институт, әскери кафедра, 1 оқу корпусы, 4 студенттер үйі, 5 спорт кешені, 1 кітапхана, 2 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 3415 адамды құрайды. Оның ішінде 3251 бакалавр, 142 магистрант, 22 докторант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 95,3%-ды құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 50 және ең жоғары бал 123. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 530 мың теңгеден 670 мың теңгеге дейін, магистратура 560 мың теңге, докторантура 1 миллион 500 мың теңге. Сонымен қатар, үлгерімі жоғары студенттер үшін президент ректор гранты, Қазақстан халқына әлеуметтік қорының гранты, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоры, магистраль гранты, Қазэнерджи қауымдастығының атаулы гранттары мен стипендиялары бөлінеді. Сондай-ақ, талапкер білуі тиіс қосымша талаптар. Мемлекеттік гранттың әрбір иегеріне сыйлық ретінде ноутбук беріледі. Foundation бағдарламасы аясында күндізгі бөлімде оқитын студенттердің Қытай немесе ағылшын тілдерін тегін оқу мүмкіндігі бар. Шетелдік жоғары оқу орындарында академиялық ұтқырлық немесе постдиплом бағдарламалары бойынша оқу мүмкіндігі бар. Логистика және көлік академиясының бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Әлмағамбетов Қанат Есмұханұлы, Қазақстан темір жолы ұлттық компания акционерлік қорының басқарма төраға орынбасарының міндетін атқарушы. Айтбаев Ербол Есенғалиұлы, Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты акционерлік қоғамының вице-президенті. Көкрекбаев Кәрім Наспекұлы, Қазселезащита мемлекеттік мекемесінің басшысы. Қилыбай Нұрдәулет Игілікұлы, Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары. Орынбасаров Бауыржан Пазылбекұлы, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы өндірістік процестер жөніндегі басқарушы директорының міндетін атқарушы. Шакенов Марат Арапбекұлы, Қазақстан темір жолы жүк тасымалы акционерлік қоғамы операциялық қызмет жөніндегі вице-президент және тағы басқа көптеген азаматтар шыққан. Алматы технологиялық университеті. Алматы технологиялық университеті Қазақстан мен Орталық Азияның жетекші жоғары оқу орындарының бірі болып табылады. Университет Алматы қаласының орталығында орналасқан. 1957 жылы 10 мамыр күні инженерлік техникалық қызметкерлері мен басшыларын жетілдіру институтының Алматы филиалы КСРО жоғары білім министрлігінің қарауына беріліп, бүкіл одақтық тағам өнеркәсібі сырттай институтының Алматы филиалы болып құрылды. 1966 жылғы 4 маусымда жалпы одақтық тағам өнеркәсібі сырттай институтының Алматы филиалы Жамбыл жеңіл және тағам өнеркәсібі технологиялық институтының қарауына берілді. Сол жылдың тамыз айында Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институтының Алматы филиалы болып өзгертілді.
1996 жылы 7 мамыр күні Жамбыл жеңіл және тағам өнеркәсібі технологиялық институтының Алматы филиалы Алматы технологиялық институты болып қайта құрылды. 1999 жылғы 18 тамыз күні Алматы технологиялық институты коммерциялық емес ұйым ретінде Алматы технологиялық университеті жабық акционерлік қоғам болып қайта құрылды. 2003 жылғы желтоқсанның 15 күні Алматы технологиялық университеті жабық акционерлік қоғамы Алматы технологиялық университеті акционерлік қоғамы болып қайта құрылды. 60 жылдан астам уақыт бойы ату, тамақ өңдеу, тоқыма және жеңіл өнеркәсіп салалары, сервис және қонақжайлылық индустриясы үшін мамандар мен ғылыми кадрлар даярлауды жүзеге асырып келеді. Ату, білім беру қызметтері нарығында 1957 жылдан бері бар және соңғы жылдары Болон декларациясының принциптерін жоспарлы түрде жүзеге асыруда, жаһандық білім беру кеңістігіне белсенді интеграциялануда және жыл өткен сайын әлемде танымал бола бастады. Қазіргі таңда оқу орны президенті Құлажанов Талғат Құралбекұлы. Алматы технологиялық университеті 26 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 5 факультет, 3 оқу корпусы, 4 студенттер үйі, 2 спорт кешені, 2 кітапхана, 1 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 7498 адамды құрайды. Оның ішінде 7199 бакалавр, 258 магистрант, 41 докторант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 92%-ды құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 50 және ең жоғары бал 130. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына техникалық мамандықтар 600 мың теңге, экономикалық мамандықтар 550 мың теңге, магистратура 550 мың теңге, докторантура 1 миллион 500 мың теңге. Алматы технологиялық университетінің бетке ұстар атақты түлектерінің арасында Құлажанов Талғат Құралбекович, Алматы технологиялық университетінің президенті; Мнацаканян Рудик Гайкович, Қарғалы шарап зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры; Вериш Станислав Васильевич, ФС Қазақстан акционерлік қоғамы Алматы филиалының директоры; Кауменова Аида Мұратқызы, қазақстандық дизайнер; Аида Кауменова, сән үйінің негізін қалаушы; Салтанат Баймұхамедова, қазақстандық дизайнер, белгілі Салта брендінің негізін қалаушы; Жұматаева Жұлдызай, дизайнер, Джуди Ай брендінің негізін қалаушы; Антон Бульбаха, дизайнер, Asian Media Textile жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің негізін қалаушы және тағы да көптеген азаматтар шыққан. Қонаев Дінмұхамед Ахметұлы атындағы Еуразиялық заң академиясы; Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы 1993 жылы Қонаев атындағы колледж мемлекеттік емес жоғары оқу орны ретінде құрылды. 1994 жылы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы колледж базасында Қонаев атындағы Қазақ гуманитарлық институты құрылды.
1995 жылы ол Қонаев атындағы гуманитарлық институты болып қайта құрылды. 1999 жылы Қонаев атындағы гуманитарлық университеті болды. 2000 жылдың 11 шілдесінен бастап оқу орны Қонаев атындағы университет атанды. Сонымен, 2015 жылы жоғарғы оқу орнының дамуындағы жаңа мүмкіншіліктерін белгіледі. Болон процесі қағидаттарын іске асыру. Еуропа және Еуразиялық экономикалық одақ жоғарғы оқу орындарымен бірлескен білім беру бағдарламаларын дамыту шеңберінде кадрлар даярлау мақсаттары қойылды. Бұл халықаралық компонентті қамтитын және оның бейіндік бағдарлауын көрсететін жаңа атауды анықтады. Академия Алматы қаласында орналасқан. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы дәстүрге бай, көп жылдық оқу және ғылыми жұмыс тәжірибесі бар университет. 29 жыл бойы жоғары білікті заң кадрларын даярлауды жүзеге асырып келеді. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Жалайыри Өмірәлі Шакарабұлы. Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы 12 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 2 оқу корпусы, 2 студенттер үйі, 1 спорт кешені, 2 кітапхана, 1 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 2408 адамды құрайды. Оның ішінде 2332 бакалавр, 74 магистрант, 2 докторант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 68% құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 50 және ең жоғары бал 110. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 801.999 теңге, магистратура 901.999 теңге, докторантура 1.501.999 теңге. Университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге ректор грантын бөледі. Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті. Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінде Қазақстан Республикасында өтіп жатқан жаңа әлеуметтік экономикалық үдерістер мен реформалардың талаптарына сәйкес 2000 жылында ұйымдастырылған. Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті білікті ғылыми педагогикалық әлеуеті, сапалы материалдық техникалық базасы бар жаңа типті жоғары оқу орны ретінде мамандарды даярлауда оқытудың заманауи жаңашыл технологияларын қолдануға бағытталған және халықаралық сапа стандарттарына толық сәйкес келетін оқу орны. Университет Көкшетау қаласында орналасқан. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Елубаев Сағынтай Зекенұлы. Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті 41 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Оның ішінде 25 бакалавр, 14 магистратура және 2 докторантура білім беру бағдарламалары. Университетте 4 факультет, 6 оқу корпусы, 2 студенттер үйі, 2 спорт кешені, 4 кітапхана, 1 бассейн, 1 коворкинг орталығы бар.
Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 3186 адамды құрайды. Оның ішінде 2716 бакалавр, 470 магистрант. Екі 2021 оқу жылы түлектердің жұмысқа орналасу көрсеткіші 86,5% құрады. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 415 мың теңге, магистратура 450 мың теңге, докторантура 480 мың теңге. Университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге Қазақстан Республикасының президенті, Ақмола облысының әкімі Абай Мырзахметов, университет ректоры атаулы стипендиялары, ұшқыш ғарышкер Талғат Мұсабаев, университет профессоры Қазбеков сыйлығы, жұмыс берушілерден мақсатты даярлау бағдарламасы бойынша атаулы гранттарын бөледі. Міржақып Дулатов атындағы Қостанай инженерлік экономикалық университеті. Міржақып Дулатов атындағы Қостанай инженерлік экономикалық университеті тәуелсіз Қазақстандағы экономикалық және әлеуметтік жағдайлардың өзгеруі нәтижесінде пайда болған Қостанай облысындағы жоғары оқу орны. Университет Қостанай қаласында орналасқан. Университеттің пайда болуына, қалыптасуына және одан әрі дамуына 1996 жылы бизнес және менеджмент институтының ашылуы негіз болды. Қазіргі уақытта Қостанай инженерлік экономикалық университеті Қазақстанның солтүстік өңірін білікті мамандармен тұрақты қамтамасыз етуде. 2003 жылдың мамыр айында Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен университетке қазақтың қоғам қайраткері Міржақып Дулатовтың есімі берілді. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Исмаилов Арман Оразалиевич. Міржақып Дулатов атындағы Қостанай инженерлік экономикалық университеті 30 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Оның ішінде 18 бакалавриат, 12 магистратура, білім беру бағдарламалары. Университетте 2 факультет, 4 оқу корпусы, 1 студенттер үйі, 2 спорт кешені, 1 кітапхана, 1 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 1562 адамды құрайды. Оның ішінде 1544 бакалавр, 18 магистрант. 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 89,75% құрады. Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 50 және ең жоғары бал 118. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 350 мың теңге, магистратура 350 мың теңге. Сондай-ақ, талапкер білуі тиіс қосымша талаптар. Жоғары оқу орынға түсетін колледж түлектері тестілеуден өтеді. Орталық Азия инновациялық университеті. Орталық Азия инновациялық университеті жаңа формациядағы мамандарды даярлауды жүзеге асыратын жоғары оқу орны болып табылады.
Университет Шымкент қаласында орналасқан. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жоғары білім сапасын арттыру жөніндегі жолдауын іске асыру мақсатында Халықаралық гуманитарлық техникалық университеті мен Сапарбаев институтының басшылығы бірігу жолымен қайта ұйымдастыру туралы шешім қабылдады. Қайта құру нәтижесінде құрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімі негізінде 2021 жылдың 24 ақпан күні Орталық Азия инновациялық университеті құрылды. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Оңласынов Ерлан Зүлмәтұлы. Орталық Азия инновациялық университеті 50 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 4 факультет, 6 оқу корпусы, 2 студенттер үйі, 4 спорт кешені, 2 кітапхана, 1 бассейн, 1 коворкинг орталығы бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы білім алушылар саны 13.619 адамды құрайды. Оның ішінде 12.393 бакалавр, 1225 магистрант. Екі 2021 оқу жылы түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 80% құрады. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 300 мың теңге, магистратура 400 мың теңге. Университет оқу үлгерімі жоғары студенттерге құрылтайшылар гранттарын бөледі. Халықаралық туризм және меймандостық университеті. Халықаралық туризм және меймандостық университеті. Бұл туризм және меймандостық саласында халықаралық деңгейдегі жоғары білікті мамандарды даярлайтын Қазақстандағы алғашқы мемлекеттік бейінді университет. 2018 жылы біздің тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ақмола облысында өткен көшпелі кеңесте отандық туризм саласын дамытудың маңыздылығын атап өтті. Елімізде алғашқы бейінді халықаралық туризм және меймандостық университетін құру туралы хаттамалық тапсырма берді. Өз кезегінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Ұлытау 2019 халықаралық туристік форумы барысында туризм саласында білікті кадрлар даярлау қажеттігі туралы мәлімдеді. Өйткені біздің елімізде осы күрделі, бірақ ең қызықты салада әлемге ұсынатыны жетерлік екенін атап өтті. Осылайша, Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен 2019 жылдың наурыз айында Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі жанынан халықаралық туризм және меймандостық университеті құрылды. Бұл халықаралық университеттің жібек жолының қақ ортасында орналасқан ежелгі қала. Түркістанда өз есігін айқара ашқанының символдық мәні зор. Университет студенттері халықаралық ұжымда бірегей қарым-қатынас тәжірибесін, сапалы білім алуды, өз саласының танымал сарапшыларынан білім алу және бүкіл әлем бойынша кәсіби тағылымдамадан өту мүмкіндігін алады. Қазіргі таңда оқу орны ректоры Сәкенов Айдос Мерекеұлы. Халықаралық туризм және меймандостық университеті 8 білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды дайындайды. Университетте 1 факультет, 2 оқу корпусы, 1 студенттер үйі, 1 спорт кешені, 1 кітапхана бар. Қазіргі уақытта университет қабырғасындағы студенттер саны 1348 адамды құрайды.
Ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша 2021-2022 оқу жылына түскен студенттердің ең төменгі шекті балы 50 және ең жоғары бал 124. Университетте оқу ақысы бакалаврда жылына 450 мың теңге.